Сәлем команда, YouTube каналының сабақтарын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақ каналға арналған тегелер дейді. Жалпы теги дегеніміз не? Оны ключевые запросы деп жатады, негізгі сұрақтар. Ол деген сөз поисковикке жазған бір сұрағының жауабы. Ол мына жерге, мына поисковик. Жалпы адамдар өзінің сұрағына жауап алу үшін келеді. Мысалға, мен декреттегі отырған ана болсам, немесе декретке болмаса үйде отырған ана болсам, мен қосымша табыс іздеу мақсатында осы поисковикке мен мынандай сөздерді жаздым неге? Қосымша табыс жолдары. Осы сөзді жазған кезде маған осындай бірнеше видеолар ұсынады. Осы видеоларды ұсынып отыр. Мен осы видеоның біреусіне кіремін, мысалға YouTube'пен айына $1000 табу жолдары дейді. Мен үйде отырмын, мен үйде интернетім бар, қолымда смартфон бар. Мен осы кісінің видеосына кіремін да, видеосын тыңдаймын, оның каналына кіремін, қараймын, маған ұнаған видеолар болса, мен іздеген табыс болса, оны мен ол кісінің жекесіне шығып, мен сізбен бірге жұмыс жасағым келеді деймін. Болмаса, мен мысалға сетевикпін, мен өзімнің командама адамдарды қалай қосуға болады деген бір сондай сұрақ қояйын. Мысалға сетевой бизнес деп көрейін, болмаса бизнеске адамдарды шақыру, болмаса бизнеске қалай адамдарды шақырамын, қалай адамдарды шақыру болады. Мысалға да осылай жаздым. Жалпы дәл осындай сөз болмаса да, дәл осындай теги болмаса да, осыған мысал сетевой бизнес, адам деген сөздері бар. Сөздер мына кісінің видеоларында бар екен. Мен осы кісілердің видеосына кіремін да, видеоларын, сабақтарын бәрін қарап шығамын. Енді қараңыз, табылған видеоларды осындай тегелер бар деп айтып жатырмын. Мен сіздерге келесі сабақтарда жалпы видеоңызға қарай, қандай тематикасына қарай дұрыс тегелерді қою керек екенін мен сіздерге үйрететін боламын. Мысалға, сіздер MLM деп жазсаңыздар, MLM туралы видео түсіретін болсаңыз, онда сіздің тегіңізға сондай MLM-ға қатысты тегелер жазуыңыз керек. Сол кезде сіздің жаңағы іздеген адам MLM деп іздейтін болса, ол сіздің видеоңызда MLM деген теги бар болатын болса, сіздің видеоңыз мына кісілердің видеолары сияқты ол кісінің көзіне көрініп тұратын болады. Енді қараңыз, қазір каналымызға қандай тегилар керек екенін таңдаймыз. Жалпы теги дегеніміз негізгі сұрақтар, ол ключевой запрос деп айтып жатырмын. Бұл жерде желілік маркетингке қатысының барлығы жазылады, интернеттегі табыс көз, яғни табысқа байланысының барлығы жазылады, және компанияның атауы жазылады. Сіз қай компанияда жұмыс жасасаңыз, сол компанияның сіз атауын жазып отырасыз. Желілік маркетингке қатысты қандай сөздер бар? MLM, сетевой бизнес, кәсіпкер, жеке кәсіпкер, жаңағы қосымша табыс көзі деген сияқты сөздерді қосып жазасыз да. Интернетке табыс көзі, бұған да осында жаңағы мен айтып кеткенде қосымша табыс көздерін айтып отырасыз, жазасыздар, және компанияның атауы жазылады. Жалпы осы сіздерге тапсырма, сізге тапсырма ключевой, яғни сөздерді, негізгі сұрақтарды жазу, тегилар жазу сіздерге. Жақсы, сау болыңыздар, сіздермен бірге болған мен Айзада.